Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін үй жағдайында донор жасаудың рецептісімен сізбен бөлісем. Өте керемет және оп-оңай үйдегі бар азық-түлікпен жылдамдатып осы донорды жасай салуға болады. Мен магазиннен 2 лаваш сатып алып келдім. Енді осы 2 лаваштан 2 донор жасайтын боламын. Тауықтың еті керек болды маған. Тауықтың етін мен пісіріп дайындап алдым, қайнатып. Сосын тауықтың етін үстіне помидордан кейін огурцы саламын. Помидор, огурцы бәрін соломка етіп мен турап дайындап алдым. Сәбізді үккіштен өткізіп, сәбізді дайындап алдым, көріп тұрсыздар. Сосын оның үстіне майонездан кейін кетчуп. Қыздар, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, жарай ма? Егер видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Осылай орап жасап аламын. Және енді екінші лавашымды да дәл осылай дайындайтын болам. Жаңағы тауықтың еті, помидор, огурцы, сәбіз бәрін салып. Екінші донерге мен кетчуп қоспайын. Бұны тек қана майонезбен жасаймын. Осылай үйдегі бар азық-түлікпен өте дәмді, күшті донер жасауға болады, қыздар. Және бағасы да қымбатқа түспейді. Қызып тұрған табаға осылай енді донерімнің жан-жағын бәрін қызартып қуырып алатын боламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Мінекей мен донерім дайын. Өте тез арада дайын болды. Және таза продуктылардан. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Мен каналымнан алыстамаңыз. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Менің каналымда күнделікті жаңа осындай күшті рецепттер шығатын болады. Каналымда келесі кездескенше сау саламатта болыңыз, асыңыз дәмді болсын. Осылай үй жағдайында оп-оңай донер жасауға болады.